Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен қайнатпалы кремнің рецептісімен бөлісетін боламын. Сіздер бұл кремді медовик, наполеон, эклер сияқты тәттілерге қолдансаңыздар болады. Дәмі тамаша үйлесетін крем. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Қажетті заттар бізге сүт, қант, 2 жұмыртқа, сары май, крахмал және де лимон цедрасы. Крахмалды ұнмен алмастыруға болады. Жұмыртқаны, қантты, лимон цедрасын араластырып аламыз. Бізге миксердің қажеті жоқ. Жай ғана бір текті масса болғанша венчикпен араластырып алсаңыз жеткілікті. Міне осындай масса болғанша араластырып аламыз. Ванильный сахар қосу бұл өз қалауыңызға байланысты. Қоспасаңыздар да дәмі өзгермейді. Қосатын болсаңыздар тек қана шым-шым салсаңыздар жеткілікті. Келесі кезекте жүгері крахмалын қосып, жақсылап араластырып аламыз. Сүтімізді отқа қоямыз, қайнатпаймыз, тек қайнау дәрежесіне дейін жеткіземіз. Сүтімізді ысытып алдық. Енді жұмыртқалы массамызды аз-аз бөліктен сала отырып, араластырып тұрамыз. Араластыруды мүлдем тоқтатпаңыздар. Отымыздың асты орташа болуы қажет. Жұмыртқалы массаны салған кезде жақсылап араластырып тұрыңыздар, немесе жұмыртқа сүтте пісіп кетуі мүмкін. Барлық жұмыртқалы массамызды сүтке осылай аз-аз бөліктен сала отырып, жақсылап араластырып, қайнатып аламыз. Жұмыртқалы массамызды толық сүтке құйып болғаннан соң, осылай 3-7 минут аралығында араластырамыз. Өзі қоюласа бастайды. Жұмыртқалы массамызды салып болғаннан соң, 3 минуттан соң осындай қою крем шыға бастайды. Консистенциясы видеодағыдай болғанға дейін жақсылап араластырып қайнатып аламыз. Оттың асты орташадан төмен дәрежеде қайнатамыз. Қайнатып болғаннан соң бөлек ыдысқа салып аламыз. Енді кремімізге сары майды қосып араластырып аламыз. Араластырып алғаннан соң пищевой пленкамен контакт жабамыз, арасында ауа қалмайтындай толық бетін жауып суытатын боламыз. 30-40 минут көлемінде бөлме температурасында 1-3 сағат аралығында холодильникте суытатын боламыз. Міне кремімізді мен холодильниктен алдым. Сондай нәзік, бір текті, қою массалы креміміз дайын. Жақсылап араластырып қайнатсаңыздар, осындай бір текті, арасында ешқандай комочек болмайтын крем шығады. Жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды. Астарыңыз дәмді болсын.